компаниясы ұсынады. Астана қаласының әкімдігінің тапсырысы бойынша. Астана. Ертеңіме сенем. Бірінші қадам. Саламатты өмір салты және бұқаралық спортты дамыту. Астана ертеңі үшін алаңдамайтын, болашаққа сенім арқалататын мекен. Астананың игілігі саналатын әрбір тұрғын. Бояулары өмірдің өзінен алынатын суреттеріме шабыт сыйлайды. Осы қаламыздың әдемі жерлерін кенептің бетіне түсіріп жатырмыз. Бұрынғыдай емес, қазір аулалар, балдарға арналған, жаңа жақсалған әдемі спорттық комплекстері бар. Қазір осы өзімнің аулама келіп, қағаздың бетіне переношу на бумагу красивые кадры из жизни. Астанаға келгеніме 5 жыл болды. Екі балам да спортсмен, хоккейге барады. Біреу 3 жыл болды, біреу 1 жыл болды. Спортқа берген себебім бала шыны қатты, ауырмайды көп. Ең бірінші себебім сол ауырмайды. Астана білесіздер, суық, күздің кезде тым ауыратып қалады көптеген балдар. Ал біздің балдар спортпен айналысқасын ауырмайды. Ауламыз үлкен, доп ойнаймыз о жерде, түрлі ойын алаңдары бар, баскетбол ойнаймыз, футбол ойнаймыз. Мына гимнастика өте жақсы маған болды. Белім ауырмайды. Біздің ауламызда спорт арналысуға және демалуға қандай жақсы жағдай жасалған. Өте жақсы. Мен ойлаймын, Астанадағы жастарға дендері сау болады, осы спортпен айналысса. Астана дені сау адамдардың қаласы. Жұмыстан 5 минуттай, ал үйден 10 минуттай жерде менің сүйікті спорт залым орналасқан. Сондықтан да қаланың келесі бір жағына барып, әуре болмаймын. Саламатты өмір салты мен бұқаралық спортты дамыту. Жақында ғана жүгіру жолағында өзімнің жеке рекордымды жасадым. Оны одан әріде өсіруге тырысамын. Және жақында бүкіл отбасымды осында алып келемін. Олар да денсаулықтарын түзесін. Астана мен оның тұрғындарының одан әрі қарай дамуы үшін жасалған бірінші қадам. Енді бұл жұмысын бір сәтті шығып атса, көрмелерге қоям. Бұл көрмелерден осы бір сұлулықты, әдемілікті, қаламыздың көркін басқа да мемлекеттер, басқа да адамдар көрсе екен деген армандамыз. Бақытты адамдардың қаласына дейінгі бірнеше қадамдар. Дене шынықтыру және спортпен айналысатын тұрғындардың санын 30%-ға дейін өсіру. Әуесқойлар лигасын ұйымдастыру, тұрғынжай маңында спорттық нысандарды тұрғызу және жабдықтау.
Олимпиада чемпионы Серік Сәпиев әр адамды спортпен айналысып, дені сау болуға шақырады. Дэвис компаниясы. Астана. 2017 жыл.